20 жылдан бері жолға жармадық. Осылай деген тараздық тұрғындар Бұрыл алқабына биыл жол төселмесе, аймақ әкімдігі алдына түнейміз деп талап қойып отыр. Жаңбыр жауса, батпаққа батамыз деген бұқара резеңке етік киіп әбден шаршаған. Данияр Әлімқұл жұрттың жан айқайын тыңдап келді. Бұрыл алқабы осындай ойдым жолдарымен әулиеатада әйгілі болғандықтан ба, такси қызметі аталған ауданның атын естісе алыстан қашады. Жүргізушілер сайлап шыққан көлігіміз сақырлап қалады дейді. Бұқара бұралаңы көп, Бұрыл алқабына әкімдердің бұрылмай кетуінен күйінген. Аразға тарту жобасы дейді дағы қаланың ішін бәрін көркейте береді. Ал біз неге қала береміз біз? Қаланың шетіндегі адамдар сонда адам емес па бұл? Облыс әкімі, қала әкімі, айналайын мырзалар, бізге де кішкене назар аударсаңыздар дейміз. Өйткені біздің кінәміз сонда қаланың шетінде тұрғандығымыз ба? Мұнда 34 шақырымға созылған бас аяғы 75 көше бар. Ал әкімдік жетпейтін қуақша Бұрылға баяғыда бөліну керек еді дейді. Бұл ең үлкен массив, бәрі тұратын. Бұл жер баяғыда істеп қою керек еді дейміз. Сол анау қаланың ақшасы анаған жетпейді, маған жетпейді деген әңгіме ғой. Түсінесіздер ме? Асфальт істеу үшін қазір проекті жасалып қойған, құны 2 миллиардты құрап отыр. Тақтайдай тегіс жолдың төселуін тағы бір жыл күтуге тура келетін естіген ел шенеуніктің сөзіне шамырқанып қалды. Өйткені қала құрамына қосылғандарына ширек ғасырға жақындаған. Төзіміміз таусылды деген тұрғындар облыстың жаңа әкімінің алдына баруға бекініп отыр. Барымыздан Нұрбектің алдына барамыз. Бала шағамды шуатып, барамды алып жатамыз. Не істейміз ал? Данияр Әлімқұл, Айбат, жаңалықтар қызметі.